Кісінің наласына қалмайықшы. Бүгін көшеде кездескен әжейдің сөздері әлі ойымнан кетер емес. Айдың аяғы, газдың ақшасын төлейін деп барған едім. Есік алдында таяққа әзер сеніп тұрған әжейді байқап, қасына барып көмек керек пе деп сұрадым. 80-демін деген әжей, жылауға да шамам жоқ деп күбірлеп сөйледі. Көздеріндегі мұң анық көрініп тұрғандай. Үйіңізге бара жатсаңыз, жеткізіп салайын деп қолтығынан демедім. Сол маңайдағы үйлердің бірінде тұрады екен. Қолтығынан демеп, жалғыз аяқ жолмен ақырын адымдап бастадық. Қысқа ғана жолда біраз әңгімелесіп үлгердік. Отын судың ақшасын сізден басқа төлейтін адам жоқ па деп сұрауға ыңғайсыздандым. Парияда жұмыс жасадым. 12 балалы болдым деп жалғады әңгімесін. Шал 45 жыл бұрын қалың баланы маған тастады да, о дүниеге кете барды. Балаларымды оқыттым, тоқыттым, қатарынан кем қалдырмайын деп жұмыс жасадым. Бірақ шал кеткен соң көп ұзамай үлкен ұлым көлік апатынан көз жұмды деп, көзін орамалдың ұшымен сүртіп біраз үнсіз тұрып қалды. Мен тіпті не айтарымды білмедім. Араға 2 жыл салып, одан кейінгі ұл айықпас дертке шалдығып, 1 жылға жетер-жетпес уақытта ағасының артынан кете барды. Есеңкіреп қалдық қой. Есімізді енді жинап келе жатқанда, кіші ұлым істі болды. Неге менің балаларым деп жылайтын болдым. Қазір ол балаңыз аман ба деп сұрадым мен. 7 жылдан кейін шықты ғой. Бүйрегі жарамай, инвалид болып қалды. Ауыр жұмысқа жарамайды. Қыздың 2 байға тиіп жолы болмай жылап қайтып келді. Бұл өмірде не көрмедім деп бір күрсініп алды. Ол кезде ауылда тұратын едік. Содан бір көршім келіп, қайғыдан арылмадың ғой көрші. Ауылдағы тәуіпке барып бір дем салдырып, тазалансаңшы деген соң, көп кідірмей бардым. Барсам, үлкен ер адам. Кел, сені күтіп отыр едім дегенде, мені қайдан біледі деп таң қалдым. Барлық жағдайды айтып түсіндірдім. Бір кезде күбірлеп бір нәрселерді оқи бастады. Басын алай-бұлай шайқап қояды арасында. Бір уақытта, қарағым, жас күніңде өзіңдей бір келіншекті қатты ренжіткен екенсің. Соның кеудесіндегі наласы мен көзінің жасы саған қарғыс болып тиген. Қолымнан келгенше көмектесейін дегенмен, барып сол адамнан кешірім алғаның дұрыс болар деп, ары қарата ұзақ уақыт дұға оқыды. Мен болсам нақты кімді қатты ренжіткенімді есіме түсіре алмадым. Жас кезінде шәлкей мінезіммен әркімді менсінбей, көңіліне қарамай тік сөйлейтін едім. Сен қыз, көп көкіректене берме дегендер де болды. Әттең ай деп қолы қалтырап кетті. Содан бері отбасыма келген бақытсыздықты өз мінезімнен таптым ба деген ой күндіз түні мазалаумен келеді. Әрбір күні Алладан ренжіткен адамдарым болса, кешірімін бере гөр деп тілеймін деп, даусы дірілдеп шықты. Бір түрлі аяп кеттім әжейді. Ешкімді ренжітпе, ешкімге ренжіме деп қолымды алды. Жақсы деп, сәл ғана жымидым. Әжейді үйіне кіргізіп жіберген соң көңілім бір түрлі құласып кетті. Отбасымызға, бала-шағамызға жамандық жоламасын деп тілейміз. Десек те өзгені ренжітіп наласына қалмайық. Мені ренжіткен адамдарды кешірдім. Мен ренжіткен болсам, кешіріңіздер. Деп әңгімесін аяқтапты әңгіменің авторы.